сәлем достар, сендермен бірге шыңғыс ағай үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Кеттік. Үшбұрыштың ауданын табу үшін үш түрлі формула бар. Соның біреуін бүгін қарастырып көрейік. Егер биіктігі мен табаны берілсе, үшбұрыштың ауданын қалай есептейміз? Ол үшін алдымен тікбұрыштың ауданын қалай есептелінеді? Соны еске түсіріп көрейік. Тікбұрыштың ұзындығын А деп алайық, енін Б деп алайық. Ауданын табу үшін S тең ұзындығы мен енін көбейтеміз. Осында диагональ жүргізіп, тікбұрышты тең екі үшбұрышқа бөлейік. Онда мына үшбұрыштың ауданы тікбұрыштың жартысы. Сонда S тең үшбұрыштың ауданы А көбейту Б бөлінген 2 болады. Осы принципті біздер мына жерге қолданып көрейік. Ол үшін мына үшбұрышты біздер тікбұрышқа дейін толықтырайық. Сонымен байқасаңдар, мына тікбұрыштың жартысын аламыз. Мына тікбұрыштың жартысын аламыз. Бұл біздің үшбұрышымыз. Сонда мына үлкен тікбұрыштың біздер жартысын алып тұрмыз. Тура мына жағдайда. Сонда мына тікбұрыштың енін біздер H ұзындығы А, ол бізде мына үшбұрышымыздың биіктігі және табаны 2-ден 1 табаны мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы. Сонымен кез келген үшбұрыштың биіктігі мен табаны берілсе, ауданын мына формуламен есептейсіңдер. Видео ұнаған болса